Good day, students. How is it going? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода мен сіздерге buildings тарауы four walls тақырыбында сабақ өтетін боламын. Бірінші каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. So let's begin. Open your people's book at page number 48. 48-ші бетті people's book'ын ашайық. Бүгінгі көріп тұрғандарыңыздай, бүгінгі тақырыбымыз бізде не жайлы екен? Бөлмелер. Бөлмелерді біз ағылшын тілінде rooms деп атаймыз. Ал four walls деген тақырып бізде 4 қабырға деп аталады. Яғни 4 қабырғаның ішінде бізде нелер бар? Бөлмелер. Және де біздің үйімізде күнде көріп жүргендей бөлмелердің ағылшынша атауын айтып үйренеміз. So, look at this picture. What do you see in this picture? Бұл суреттен не көріп тұрмыз? Әрине, бөлмелер. Бөлмелерді біз ағылшынша rooms деп атаймыз. Ал бөлме жекеше room деп аталады. What do you see in the first picture? Бірінші суреттен не көріп тұрсыздар? Әрине, ол бізде жуынатын бөлме. Жуынатын бөлмені біз ағылшын тілінде қалай айтады екенбіз? Bathroom. 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 Соңында room деген бар, яғни жуынатын бөлме. Келесі бізде bedroom. Bedroom. Bedroom ол бізде жатын бөлме. Bed бізде төсек, room бөлме, яғни жатын бөлме. Келесі бізде hall. Hall. Hall бізде кіреберіс, яғни орыс тіліне аударғанда hall деп айтады. Hall ағылшыншада hall, орыс тілінде де hall. Келесі бізде living room. Living room деген бізде қонақ күтетін бөлме. Қонақ бөлме. Living room. Келесі бізде ас бөлмені қалай айтамыз ағылшын тілінде? Ол kitchen. Kitchen деп аталады. Яғни ас дайындайтын, және де тамағымызды ішетін бөлмені біз kitchen деп айтамыз. Келесі бізде көлігімізді қайда қоямыз? Әрине гаражға қоямыз. Гаражды бізде ағылшынша дәл солай garage. Garage. Garage бізде гараж. Яғни көлік қоятын орын. Келесі бізде ауладағы бақшаны, бақты, яғни өзіміз ағаштар өсіретін жерді garden деп айтамыз. Garden. Garden. R әріпі бізде жіңішке оқылады. Тіпті оқылмайды десе де болады. Британдық ағылшында біз оны бір жұтып қоямыз деп болады. Яғни garden. Garden демейміз. Garden. Garden бақша. So you learn new words, guys. Оқушылар, енді біз жаңа сөздерді үйреніп алдық. Ендеше оқушылар жаттығу орындайық. Exercise number 2 at page number 49. Келесі бетте, 49-ші бетте бізде exercise 2, яғни екінші жаттығу тұр. Ол жаттығуды қалай орындаймыз? Оның берілген бірінші оқиық. Look at the picture again and the match and say дейді. Суретке тағы да қара дейді, және сәйкестендер, және айт дейді. Бұл жерде астында көріп тұрғаныздар A-ден бастап G-ға дейін бөлмелердің атауы жазылып тұр. Бірінші мысалы bathroom, garage деген сияқты. Енді оның астында суреттер тұр, көріп тұрғандарыңыздай машинаның, яғни көліктің, лампаның, айнаның суреттері тұр. Олар бізде қай бөлмеде тұрады? Соларды біз жазуымыз керек. Яғни бөлмелердің қасында әріптер тұр. Мысалға біріншісіне қарайық. Ол жерде 1E K деп болған. Яғни ол бір деген бірінші тұрған E деген әріпте бізде не тұр? Garage сөз тұр. Garage. Яғни E-ді қойып қойған. Келесі екіншісінде бізде lamp. Lamp. Лампа қайда тұрады? Бізде қонақ жатын бөлмеде тұрады. Яғни bedroom. Яғни bedroom деген сөзді қасындағы әріпті жазып болған. Келесі бізде tree, ағаш. Ағаш қайда тұрады бізде? Бақшада. Бақша деген сөзді, яғни garden, ағылшынша garden сөзін тауып аламыз. Ол gardenның қасында қандай әріп тұр? A, B, C, D, E, F, G, G-ға дейін әріп тұр. Сол әріпті қасына, яғни tree, ағаштың қасына жазамыз, дәптерлерімізге солай орындаймыз. 1E, K деген сияқты. Дәл солай орындаңыздар. Жаттығу өте оңай. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Келесі сабақты сіздерге тағы түсіндіретін боламын. So, bye-bye, guys!